Өмір баршаны сындырады, сонда мықтылар ғана өзіне күш тауып, алға қарай жылжиды. Байлығың қанша көбейсе, өлімнен соншалықты қорқа түсесің. Қариялар дана болады деген қате пікір. Адам жасы ұлғайған сайын ақылды емес, қайта барлық нәрсеге ықтияттылықпен қарайды. Әйелдерден өте нашар дос шығады. Әйелмен дос болу үшін алдымен оларды сүю керек. Ұзақ жолға шыққанда жаныңызда адал досыңыз болсын. Адамға қажеттілігін берсеңіз, жайлылықты қалайды. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Талғампаздықты қолына ұстатсаңыз, ессіздікті іздейді. Бәрінен де қызығы, осының бәрін берсеңіз, қалағаным болмады деп шағымданады. Бұл өмірде біз істейтін ең бірінші және соңғы іс оған шыдай білу және жеңілместік. Жауыздықтың барлығы бейкүнәліктен басталады. Біреуге сенуге болатын яки болмайтындығын білгіңіз келсе, оған бір рет сенім білдіріп көріңіз. Біреудің қиянатын кешірген кісі тағы да бір қиянатқа ұшырайтындығына дайын болуы керек. Егер дұшпандарың ашықтан ашық көзге түсіп жүрсе, демек олар достарының артына жасырылған. Барша қорқақтық махаббат жетіспегендіктен яки жетерліктей махаббат берілмегендіктен болады. Баршаның өмірі бірдей аяқталады. Бір адамның басқадан айырмашылығы оның қалай өмір сүргендігі және қандай өлім тапқандығы арасындағы детальдар ғана. Бірге ұйықтайтын әйелдер саны шексіз, бірақ бірге сұхбаттасатын әйелдер өте аз. Бақыт дегеніміз зор денсаулық пен нашар есте сақтау қабілеті. Көңілді адамдар әдетте ең батыл адамдар, себебі олар майданда бірінші опат болады. Адамды құртып жоқ қылып жіберуге болады, бірақ оны жеңу мүмкін емес. Ақылды кісілердің бақытты болғаны өте сирек кездеседі. Салың ешқашан суға кетпесін. Менің үлкен жетістікке жетуімнің құпиясы ешқашан рухани күйремеу. Біреудің көзінше ешқашан рухани құламаңыз. Адамдар әрқашан жетістікке жетудің ең қысқа жолын іздейді, бірақ мұның мүмкін еместігін ешкім білмейді. Хайуанаттар ішіндегі ең ерекше жаратылыс ол адам. Себебі адам ғана өз қателігін ұмытып, біреудің үстінен күлуді біледі.